Достар, бүгінгі сабағымызда товар қосуды үйренеміз. Товары бөліміндегі управление товарға өтеміз. Добавить товарды басамыз мынаны достар. Добавить товарды басамыз. Создать новый товар деген жерге келеміз. Мына жерге ең астындағы. Создать новый товарды басамыз. Біздер өзіміздің категорияны іздейміз мына жерден. Киім ба, может сізде қандай товар? Менікі фото, видеоға қатысты товарлар деп қарайтын болсам, мына жерден аудиотехникаға кірем. Аудиотехника и компьютерный колонка бар екен мына жерде. Міне, портативный колонкаға кірем мен достар. Портативный колонка өзімнің категориямды тауып алдым. Обязательно өздеріңіздің категория бойынша іздейсіздер. Мына категория достар, сіздердің қосып отырған товардың менюда шығып тұрады осы аты. Например, сіз өзіңіздің категорияда басқа товарды қосып қоятын болсаңыздар, аты мүлде өзгеріп кетеді. Мысалға, колонка товарды мен цифровойный плеерге қосып жіберсем, бірінші цифровойный плеер, кейін моделі шығады. Колонка деген жазу еш жерде жоқ болады, іздеген уақытта біздердің материал шықпайды. Сондықтан обязательно өзіңіздің категорияға қосуыңыз керек достар. Міне, іздеп таптым, создать еттім. Мына жерден артикул қоямыз. Біздердің складтағы товардың нөмірі артикул, ин нөмірі деп айтамыз ғой. Мына жерден міне мен қойдым артикул. Ағылшынша әріптермен қоюға болады, 20 санға дейін. Әріптерді қосуға болады, сандарды қосуға болады. Міне, брендтің атын жазам. Мына жерде брендтің атауы бірінші, міне, ең бірінші брендтің атауы жазасыздар. Басқа артық еш нәрсе. Қараңыздар, бірінші, өте маңызды бұл достар. Бірінші брендтің аты тауарыңыздың. Міне, брендтің аты. Екінші моделі, атауы емес, моделі сол нәрсенің. Моделі қандай? Міне, мен моделіні қойдым. Үшінші жазатын нәрселеріңіз, достар, мына жерде. Үшінші жазатын нәрселеріміз. Түсі болады. Қандай түсте? Соны жазасыздар. Менікі қара мысалға. Не? Черный деп қоямыз. Наименование бренд деп тұр ғой мына жерге. Мынаны көшіріп, осыны қоямыз. Іздеген уақытта шығу керек астынан. Міне достар. Ставитті басса, міне шықты. Шықпаса, о әлі жоқ. Олар тексеріп, бар ма негізі ондай бренд жоқ па, оны тексеріп кейін қояды. Егер порталда бар болатын болса, ол бренд бұрыннан тез шығуға мүмкіндік бар бұл жерде де. Мына жерде характеристикасын береді. Сами главный характеристикаларға мынандай звездочка қойыпты достар. Звездочка қойған жерлерде обязательно толтыру керек деген сөз. Характеристикасını таңдайсыздар. Мына жерден достар, кейін өздеріңіздікini осылай толтырып шығасыздар. Бірден мен фотоны көрсетіп жіберейін осы жерден. Міне, ең бірінші фотоға мынаны қоямыз достар. Алдынан дайындаған фотомызды. Екіншіге мынаны қоямыз. Үшіншіге мынаны қоямыз. Төртіншіге достар мынаны қоямыз. 5 фото болса және де жақсы болады. Осыны қоямын. Мына жерлер сіздерге керек болмайды достар. Характеристикасына толығымен жазып шығасыздар мынерге. Толығымен жазып шықсаңыздар және де жақсы. Бірақ мына қызыл мен звездочка болған жерлер толтырмағанша сіздерді мына жерден жібермейді достар. Даледен. Қазір мен толтырып шығамын. Енді кетті міне. Енді бұл жерден нені белгілейміз достар? Белгілейтініміз бағаны белгілейміз. Бағаны белгілейміз достар. Бағаны мына жерден
Бұлай қоямыз, сохранитті басамыз. Болды. Жіберілген вопросымыз мына жерде достар тұрады. Товардан не пространный товарыға өтесіз, о жерден отправление запрос деген жерде тұрады достар. Міне қазіргі жіберген товарымыз осы жерде тұрады. Егер де бір нәрселер қате болып артқа қайтармақшы болсаңыз, мынаны басасыз, X-ті басасыз, ол тағы обработкаға кеп түседі осы жерге. Осы жерден қайта өңдей аласыз достар. Міне өшіріп тастағандары мына жерге кеп түседі. Олар қабылдамай өшіріп тастаса, уже бұны блокировка болған товар, бұны не жөндей алмайсыз, не удалить ете алмайсыз, осы жерге кеп түсіп қалады. Сіздің обработкаға жіберілген товар осы жерде тұрады, категория бойынша. Егер бір нәрсені талап ететін болса, достар, олар бір нәрсесі осының ішінде жеткіліксіз болатын болса, требует уточнения деген жерге кеп түседі. Өзі жеткіліксіз жеріне қызылмен көрсетіп қоятын қызылмен көрсетіп қояды. Осы жеріне толтырып жібересіздер, достар, иә? Достар, жіберген фотомызды қабылдады, порталға шығарды уже міне. Кешегі жіберген заявкамыз бүгін қабылданды. Бұны где-то мен 2 күннен кейін алып отырмын, қосқаннан кейін да 2 күннен кейін бұны. Қосқаннан кейін 1 күннен кейін уже қабылданған достар бұл. Мына екеуіне жіберген бірге. Мынауда естеріңізде болса, қол смартфонда түсіріп, студияда түсіргеніміз. Мынанда мынау светін жағып қойып, мына светсіз, мынау арт жағы болатын. Бұны да бірінші мынаны жөндеген сияқты, мынаның да сондай фондарын алып тастадым. Сөйтіп, мынанда дәл мынандай етіп істедім, достар. Мынаны қалай істейтініне толықтай видеоларını көрсетіп өттім, достар. Осындай суреттерді ақ фонға қалай істеу керек. Міне Kaspi.kz смартфонда түсірген телефондарды да без проблем қабылдады, достар.